Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі дайындайтынымыз үй жағдайындағы чак-чак. Енді бізге керегі жұмыртқа. Мен 4 жұмыртқадан жасадым. Әркім өз қалауынша неше жұмыртқа қосқысы келеді, қанша көлемде жасағысы келеді, соған қарай жұмыртқасын көбейтуге болады. Мен 4 жұмыртқадан жасап, осылай жұмыртқамды жарып, жақсылап араластырып алдым. Одан кейін ұнымды салдым. Енді жақсылап қамыр басатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді ұнымызды себелеп, қамырымызды тағы да жақсылап тұрып илейміз, ие қанғанша. Одан кейін екі бөлікке бөліп, жақсылап басып, оқтаудың көмегімен жақсылап нандарымызды ысып аламыз. Мінекей дайын болған нандарымызды арнайы лапша кескіш құралмен осылай чак-чагымыздың нанын осы құралмен кесіп аламыз. Осыдан чак-чак өте нәзік әрі әдемі болып шығады. Бұл мендегі құрал бұрынғы лапша кесетін кішкене ертеректегі кездегі екен. Сіздерде болса пайдаланып көріңіздер, үйде босқа жатпасын. Осылай чак-чак жасаңыздар. Менің чак-чактарым дайын, енді майын қоямыз. Майымызды дайындап, табамызды жақсылап қыздырып, қайнаған майымызға жаңа чак-чагымызды салып, қызартып пісіріп аламыз. Мінекей чак-чактарым дайын болды. Өте керемет болып шықты. Қараңыздар, лапша резкімен жасап көріңіздер. Чак-чагымыз дайын. Енді мен оған бал қоспаймын, себебі дейтін бал кішкене қаттылау болады. Менде үйімде үлкен кісілерім болғандықтан тістеріне жұмсақ болсын деп, мен арнайы қоюлатылған сүт қосып араластырдым. Қасықпен кішкене ыңғайсыздау болып кетті.
Сондықтан да қолмен араластырдым, барлығын жақсылап тұрып. Өте керемет болып шыққан чак-чакпен енді шай ішеміз. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Бұл чак-чакпен тек шай ішкім келе береді. Менің каналыма жазылыңыздар. Тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін болам сіздермен алдағы уақытта. Баршаңызға рахмет. Менің каналымды қолдауларыңызды сұраймын.